Азияның қақ ортасында Ресей, Қытай және ежелгі жібек жолы тоғысқан алыпта жұмбақ ел орналасқан. Онда айбынды таулардың арасында Азияның ең сұлу әйелдері жасырынады деген сөз бар. Олардың кейбірі әлі де қыран құспен аң аулайды. Немесе осы жабайы өлкенің қиындықтарынан құтылу үшін шетелдіктерді өзіне тартады. Әлемдегі ең арзан, сонымен бірге ең қызықты және жұмбақ елдердің бірі Қазақстанды ашу үшін жер шежіресі арнасының бұл жаңа видеосын жіберіп алмаңыз. Бұл бүкіл батыс Европадан да үлкен аумақты алып жатқан тосын жағдайларға толы ел. Тұрғындары бірнеше күнге созылатын жұмбақ ұйқыға кететін ауыл. Әйелдерді атпен қуып жетіп сүйетін ерлер. Апталап созылатын тойлар, немесе ақшаның орнына темекі қораптары берілетін қалың мал. Сонымен қатар, қалыңдық ету үшін әйелдерді ұрлау сияқты даулы дәстүрлер, немесе үйде ысқыру, кедейшілік шақырады деген сияқты ырымдар бар. Түсін өзгертетін көлдері бар, немесе қыран бүркітпен атқа мініп аң аулайтын әйелдері бар жабайы сұлу өңір. Бұл 5000 жылдан астам уақыт бұрын жылқыны қолға үйретудің отаны болған жер. Басқа ғаламшардан алынғандай көрінетін жартас құрылымдары, су астында қалған ормандарды жасырған көлдер және радиация деңгейінің өте жоғары болуына байланысты кіруге тыйым салынған Қазақ Чернобылі деп аталатын құпия ядролық қала орналасқан ұлт. Әрі сегміштоғыз жері қаңыраған, әрі мазасыз жер. Ән салатын кратерлер мен кең даласы бар шөлдер. Ғарыштан қарағанда ештеңесі жоқ жерде қалған елес кемелермен кесілген ақ тыртықтарға ұқсайды. Әрі қаңыраған, әрі мазасыз жер. Ән салатын кратерлер мен кең даласы бар шөлдер. Ғарыштан қарағанда ештеңесі жоқ жерде қалған елес кемелермен кесілген ақ тыртықтарға ұқсайды. Назар аударыңыз, және бұл видеоны жіберіп алмаңыз. Өйткені оның ішіндегі барлық нәрсе сізді таңғалдыратынына сенімдіміз. Бастаймыз. Әрі қаңыраған, әрі мазасыз жер. Ән салатын кратерлер мен кең даласы бар шөлдер. Ғарыштан қарағанда ештеңесі жоқ жерде қалған елес кемелермен кесілген ақ тыртықтарға ұқсайды. Назар аударыңыз, және бұл видеоны жіберіп алмаңыз. Өйткені оның ішіндегі барлық нәрсе сізді таңғалдыратынына сенімдіміз. Бастаймыз. Орталық Азияның тыныш қойнауында Ресей, Қытай және ежелгі жібек жолының қалдықтары тоғысқан жерде алып өлшемдері бар, және одан да үлкен құпиялары бар ел бар. Көпшілік ұмытқан, кейбір әйелдер әлі де мұздықтарда қырандармен аң аулайтын, және басқалары таулардың мұзды жаңғырығынан алыс өмір іздеп шетелдіктерді өзіне тартатын жер. Әлемдегі 9-шы және жер бетіндегі ең жұмбақ әрі жабайы елдердің бірі Қазақстан. Ауданы шамамен 2.724.900 шаршы километр болатын оның аумағы бүкіл батыс Еуропадан, немесе Гренландиядан да үлкен. Бірақ бұл ұлан-ғайыр аумақ оның пейзаждары мен құпияларына тығыз байланысты. Бір қызықты детальді жалғыздықты жасырады. Қазақстан планетадағы халық тығыздығы ең төмен елдердің бірі болып табылады. Бұл оның жабайы табиғатын ғана емес, сонымен қатар
мыңдаған жылдық дәстүрлерін сақтауға көмектесті. Ғасырлар бойы Қазақстанның тайпалары мен қауымдастықтары осы шексіздік, ыстық шөлдер мен мызғымас болып көрінетін тау жоталары арасында шашырап өмір сүрді. Осы таулардың арасында заманауи әлеммен сирек байланыста болған ауылдар жасырылған. Осы этностардың арасында Алтай тау сілемінің ең тереңінде, мәңгілік мұздықтар мен зерттелмеген алқаптардың арасында әлі күнге дейін ата-бабаларының өмір сүру салтын сақтаған қауымдастықтар мекендейді. Суық заң, ал тыныштық қардан да ауыр жерде көпшілік Азиядағы ең сұлу деп санайтын әйелдер өмір сүреді. Бұл әйелдердің тарихы мен бүгінгісімен жақында танысамыз. Бірақ оларды жақсырақ так түсіну үшін алдымен олардың жерін білу керек. 5000 жылдан астам уақыт бұрын Қазақстан атты қолға үйретудің отанына айналды. Бұл далада адамзаттың ең үлкен революцияларының бірі ұзақ қашықтықтарға жүру үшін адам мен аттың бірігуі дүниеге келді. Жазбаларға сәйкес, осы аймақтың ежелгі көшпелі халықтары тарихтағы алғашқы шабандоздар болған. Бұл шындық көршілес Монголияға ұқсас. Осы бағынбаған елдің кейбір бұрыштарында мыңдаған жылдар бойы сақталған көшпелі өмір салтына тығыз байланысты. Сондықтан бүгінгі күні де осы шексіз жазықтарда өткен толығымен аяқталған жоқ. Және ағаштан жасалған, сырты киізбен жабылған, киіз үй деп аталатын дәстүрлі дөңгелек шатырлар көпшілік үшін баспана болып қала береді. Керуендер мен ата-баба рәсімдері Қазақстанның ашық аспаны астында өмір сүретіндердің ырғағын белгілейді. Географиялық тұрғыдан Қазақстан Қайыңды көлі сияқты әлемдегі бірегей ғажайыптарды да қамтиды. Оның көгілдір сулары су астындағы орманды жасырады. Бұл табиғи асыл тас 20-шы ғасырдың басында жер сілкінісінен кейін таулы алқапты жер көшкіні бөгеп, әлі тік тұрған ағаштарды жауып тастаған көл пайда болған кезде туды. Бүгінде оның жалаңаш діндері мөлдір судың ортасында тасқа айналғандай көрінеді. Бұл елде осы саяхат барысында ашатын көптеген табиғи ғажайыптар жасырылған. Бірақ олардың ішінде ежелгі Арал теңізі сияқты мазасыздандыратыны аз. Ғасырлар бойы ол планетадағы ең үлкен көлдердің бірі болды. Бірақ бүгінде ол ештеңенің ортасында қалған тасталған кемелер шашыраған тұз бен тоттың кең шөлінен басқа ештеңе емес. Бұрын өмірдің қайнар көзі болған жер, қазір Кеңес одағының мұрасының ашық жарасы. Ғарыштан да көрінетін терең тыртық. Осы тыртық сияқты Қазақстан ежелден адамзат тарихындағы маңызды тоғысқан жол болды. Мыңдаған жылдар бойы оның кең далаларын керуендер, жаулап алушылар және дана адамдар кесіп өтті. Бұл жерді шығыс пен батыс арасындағы табиғи көпірге айналдырды. Аты аңызға айналған жібек жолы Қазақстан аумағын кесіп өтіп, өзімен бірге тек дәмдеуіштер мен жібек қана емес, сонымен қатар білім, наным-сенім, ғылыми жетістіктер және қақтығыстар әкелді. Бұл сауда дәлізі жергілікті мәдениетке терең із қалдырып, оның дәстүрлерін байытты, және оны ежелгі әлемнің ең ықпалды өркениеттерінің кейбірімен байланыстырды. Кейінірек Шыңғыс ханның шабандоздары осы жазықтарды тоқтаусыз дауыл сияқты кесіп өтті. Ұлы моңғол жаулап алушысы өз империясын кеңейтіп қана қоймай, сонымен қатар өзінің жолында мәдениеттерді, әдет-ғұрыптарды және тілдерді араластырды.
бұл елдің кейбір бұрыштарында әлі де сезілетін із қалдырды.